Алейкум барша қазақ еліне. Мына видеоны бастамай тұрып айта кетейін дегем. Кім ораза ұстады, кім аузын бекітті, бәрі оразаларыңыз қабыл болсын, Рамазан айы қабыл болсын, тілеген дұға тілектеріңіз орындала берсін. Амин. Андеше кеттік видеоға. Қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Ералы, жаңа Қазақстан тауық бау каналы. Тауықтарыңыз қалай туып жатыр ма, алып жатыр ма, сатып жатсыздар ма? Және мен сіздер комментарияда сұрақтар қойып жатыр екенсіздер. Сол жауап берген сұрақтарым сіздерге көмектесіп жатыр ма? Соны айта кетсеңіздер. Қазір мен дробленый кукурузбен кетіп бара жатырмын балапандарыма, күрік тауықтың балапандарына. Және мен мына бірлетте көрсеткен ақ күрік тауығым осы 16 балапан шығарды, 16 балапан 3 өліп қалды. Потом тағы екеуі апелька өліп қалды. Сонымен 11 балапаны қалды. Және мен бұған өзім балапан қостым. Қандай балапан десеңіздер, кучинский юбилейный деген қостым. Міне мына өзім балапаны. Қазір кучинкаларды қостым. Міне арасында кучинскийлар бар. Бұны кучинкаларды мен недельный 600 теңгеден алдым, біреусін 10 кучинка алдым. Потом мынандай несі қойдық. Үйдегі өзім әкемнің атамның сондай несі қойдық. Мынау прогулочный, наверное, су беретіні. Пай көстемесі. Міне кучинкалар. Осылар. Содан кейін каналда көп видео шықпай кетті. Себебі артқы 48 мегапиксельдік камерам сынып қалған болатын. Соны жөндеттім сіздерге видео түсіру үшін. Қазір жақсы болып тұрған шығар видеоның качествосы. Мен тамақтарын беріп қойдым. Қазір тауық қораға аттанайық бәріміз. Тауық қораның несін ашайық. Тадам. Кучинка алғанда брамаларды алып келген болатын. Мынандай 8 айлық, наусы 8 ай, наусы 7 айлық брама, наусы 7 ай, наусы 8 ай, анау домашний. Осыларды алып келген болатын. Осылармен бірге 2 дакан, и потом бір осындай домашний алып келгем. Оларды сатып жүрдім. Мынандай бір домашний, и потом дакан 4,5-ға саттым, бір домашний 3,5-ға өтіп кетті. Содан кейін бір даканым тура сол күні 40 болып жатып қалды. Тура сол күні. Осы міне, Алла шүкір, Алланың қалауымен міне 40 болып жатып қалды осы даканмен. Тауық алғанда мына жерін тексермейді тауықтың. Мына жерде көт жағында, бұт жағында несі болады, өзінің сүйегі жатады. Сол сүйегі если қызып тұрса, тауық бір аптадан кейін или бір айдан кейін может 40 болады. Сол мына ерін көрмейді, мына жағын, сүйек жағын көреді. Бұл даканның астында өзім домашний жұмыртқаланып жатыр. Және сұрайтын болады жарыстар. Қоңыр тауық қайда деп қазір жазу мүмкін. Айырда тұрған қоңыр тауық қайда деп жазу мүмкін. Ол қоңыр тауықтың балапандары ашып шығарды. Оны бірақта келесі видеода көрсетім оң. Оның балапандарын ашып шығарған. Неғып себеп келесі видео десеңіздер. Себебі оның балапандары бүгін ғана ашып шықты. Кеше ғана ашып шықты. Содан оны қайта қазір барып түсіріп нете беруге болмайды, мазалап. Сол себептен қазір көрсете алмаймын. Келесі видеода ертең, может таңертең жуық, кешкі жуық түсіре кететін болам. Это сарка. Кстати, тауық кімге керек? Мына домашний тауық, потом мына 2 брамдар 4, домашний 3,5-ға алып сатып жатырмын. Мына жерді қарай салайық, жұмыртқа жоқ екен. Сол
жалпы жаңалықтар. Бұларға не беріп жүрмін? Бұларға бидай беріп жүрмін. Қазан тауықтарға баратын боламыз. Бұлардың жем тұратын жерге келдік. Қандай жем жаңағы балапандарға, кучинка, домашний, ақтауыққа қандай, күріктауыққа қандай жем береді десеңіздер, мынандай дробленный кукуруз 40% пищасын, и потом қалған 50% старт, и қалған 10% жусай, там жұмыртқа сондай. Осындай кукуруз обязательно. Потом старт бұларға 1 ай болғаннан кейін рост берем. 2 айдан 4 айға дейін 2 ай, ровно 2 ай. 2 ай, мысалы 1 айға дейін старт берем, 1 айдан кейін рост берем. 2 айдан кейін 4 айына дейін финиш берем. Потом 4 айынан кейін уже 1 ай дробленка берем, и потом 6 айында уже бидай берем. Сонымен жұмыртқа туып бастайды. Ешқандай алькарал, ондай түк бермеппін. Ондайдан құдай сақтасын тауықтардан. Ондай ешкімге совет бермеймін де. Ондай химикат деп аталады. Химикат ол тауықтың пищеварениесін бұзады ол. База жоқ, жұмыртқа туғызатын шығар. Бірақ та тауықтың пищеварениесін бұзады да, тауығыңыз ешқашан күрік болмайды, жұмыртқаға жатпайды. Ол уже факт. Өйткені мен тауықты әкем асырады, атам асырады, атамның әкесі асырады. Біз жалпы былай тауықты білеміз да, кім не қалай не беру керек екен. Содан солай. Мысалы несушка деген жемде көп беріп керегі жоқ. Одан боқтары бұзылады, сондай. Жамандап тұрған емес, жұмыртқа туғызады, там жақсы болады, бірақ та бидаймен араластырып беру керек, оны обязательно. Өзін құр бергенде тауықтың боғы бұзылады, ода понос болады. Тауықты қинайсыздар, потом ол тез өзіне вирус жұқтыратын болады. Ондай керек жоқ жалпы. Сол. Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге болған мен Ералы, және Қазақстан тауық бағу каналы. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, және сұрақтарыңызды комментарийға қойып жаза беріңіздер. Сау болыңыздар. Ассалаумағалейкум.